Рус гемилері Украин лиманларына кеткен ватандашлық гемилеріні қорқыта. Ачық бақ каналларына құланып, işgalciler Қара деңізде юг гемилеріне талапларына сеслендіре. Ачық бір шекілде қорқыталар. Сан кедерсін гемиде анги байрақ асыл олса, о мемлекет женкке қошылған кебі сайылажық. Қорқытув сеслеріні Украина сыңыр қызметлерінде yayınladılar. What is your cargo? What is your cargo? Over. Do you have weapons on board? Information. I warn you about the ban on movement to the port of Ukraine, as well as the fact that ships heading to the ports of Ukraine are considered by the Russian side as potential transportation of military cargo. And the countries of the ship's flags are considered involved in the conflict in Ukraine. Over. Hatırlatамыз ки Русияның қорқытулары Боғдай аңлашмасындан чыққанындан соңра башлады. Бұл аңлашмаға көре Украина лиманларындан Боғдай экспорты телукесіз шекілде чықмасы керек еді. Русияның бұл қарары Керич лиманында патламалардан соңра мейданға келді. Чүнки русларның арби логистикасы о вақыт бозылған еді. İşgalciler Украина лиманларына кеткен ватандашлық гемилеріні yok етежеклеріні вади етті. Украина Мудафа Назирлігі есе Рус лиманларына яда işgal етілген Украина лиманларына кеткен Иранге бір геми арби тейжизат ташығаныны қабул етежек деп білдірді. Нариман Желял ве Ахтымов қардашларына чықарылған қанунсыз үкімні деңіштірмеділер. Бұақта Қырым процесі адлы ақпарчалайжы тешебісі білдірем. Рус işgalci mahkemesінің қарарына көре аписте Булонов мүддеті деңішмеді, ама шарайтлер шиддетлештірілді. Илк 3 ел мабыслеріні аписханеде тұтажақлар. Қалан елларны есе ағыр режим колониясына ерлештірейжеклер. Малым олғаны кебі Қырымның işgalci юқары mahkemесі үч Қырым татараны газ борысыны патлатқанларында қабатлы деп таныды. Бұл газ борысы Ахмечит районы Перевальная қасабасында ерлешкен арби базаны темінледі. Қырым татар милимежес рейсінің муавины Нариман Желялға işgalciler 17 ел апис жазасы ве 700 000 рубле пара жазасы үкіміні чықарды. Азиз ве Асан Ахтемов қардашларына есе 15 ве 13 ел апис жазасы ве 500 000 рубле пара жазасы үкіміні берділер. Семеддешлерінен бірлік үчін пара жазалары ве меморий апис. Қырымның işgalci юқары mahkemesi бинасы огүнде қанунсыз же тұтылған 5 Қырым татарына Рос көветчілері бұқыбы жазаны чықардылар. Нариман Желял ве Ахтемов қардашларының шикет mahkemesіне келген ақраба ве яқынларыны mahkemеге алмадылар. Соңра есе полис идрежілігіне алып кеттілер. Жазаларыны геже ярысы чықардылар. Нетижеде ватандашық журналисті Куламет Ибраимовға 5 күн апис жазасы берділер. Да 4 кишіні 12 000 рубледен 15 000 рублеге қадар пара жазасына марум брақтылар. Бұл аққорчылайжы Лютфия Зодиева, Азиз Ахтемовның анасы Зарема, Нариман Желялның ағасы Руслан ве Қырым татар милли әрекет іштіракчысы Рустем Усиновдыр. Ақсызлық, әділетсізлік Қырымда девам етей. Ama inşallah biz bunu da akılımızdan, gönlümüzden geçer hayırlısından. Sonu hayırdır her bir şeyini inşallah. Лютфия Зудиева Нариман Желял ве Ахтемов қардашларының қанунсыз тақип етілмесіyle бағлы иш üzerinde çalışайды. Оның фікірінше, әрбір бағымсыз журналист Қырымда işgalciler тарапынан басқаларға оғырамаға азыр олмасы керек. Всячески хотят зачистить и журналистику, и правозащиту, и активизм, и даже независимую адвокатуру в Крыму. Мы продолжим свою работу. Мы будем приезжать к зданиям судов, мы будем писать про эти судебные заседания, мы будем рассказывать про эти человеческие истории, потому что мы считаем, что это важно с точки зрения справедливости и с точки зрения тех идейных ценностей, которыми наполнены наши сердца. Это очередная попытка давления, оказания давления на наш народ в связи с тем, что люди приходят поддержать к зданию суда, показывают свое неравнодушие, показывают свою солидарность с теми людьми, тем людям, которые находятся в застенках.
Мерақлысы шунда ки, Нариман Джелялов ве Асан Азиз Ахтемов кардашларыны тақып етмеге башлаганларындан берле ишгалчылар оларны семейдешлерinin дестегинден марум брахмага тырыша. 2021 сенесі сентябрь айында мабуслерinin тутулганы күн онларча инсанлар ФСБ идрежелиги бинасы огунде топлашкан еді. Ве ишгалчылардан бир малумат талап етті. О вакыт Росгвардия ве ОМОН кадимлері инсанларны автозакларга топлап басқалар керчеклештірді. Тахминен 50 киши тутулган еді. Кефе жыварлары Таврида yolunda en az 20 арби арабаны көрділер. Ишгалчыларның әрекетлеріні атеш әрекетінің партизанлары тақып еті. Емінліктен айтмақ мүмкін ки Урал системлері 810 деңіз пияде бригадасының ишгалчы аскерлеріне айыттыр. Оларның базысы Ақярда ерлеше. Бұны байрақларынан көреміз. Әрекетлерінің истиқаметіне бақыжа қылсақ, арби арабалар Қырымның içerisine я Лимандан, я да Керич янында ерлешкен опук арби полигонундан yolga çıktım.